Бұл оқиға сізге қатты әсер етеді деген ойдамыз. Ассалаумағалейкум қадірменді Иман Нұры арнасының көрермендері. Бүгінгі елеусіз еңбек адамы атты оқиғамызды сіздерге жарыққа шығаруды ұйғардық. Ендеше бастайық. Әдетте бізге ең шырайлы өмір танымал адамдарға тиесілі сияқты көрінетін. Солар ғана өмірдің қызығын көріп, мәнді де сәнді өмір сүріп жатқандай көрінеді. Ал өз өміріне, тірлігіне, кәсібіне көңілі толмай, қор сезінеді. Мұндай көз байлаушылыққа алданған адам көп шындықты көре алмайды. Ешбір адамның өмірі антологиялық эпицентр бола алмайды. Мән дара игеріледі. Бір адам елсіз мекенде жалғыз ғұмыр кешіп жатса да, өмірін мәнді сүруге мүмкіндігі бар. Мына бір мысал соны растап тұрғандай. Бір күні біздің үйде Құдай тамақ берілетін болды. Далаға ошақ қойып, қазан тұтатуымыз керек. Қазір онда газ баллон істейтін шітермен горелка жағатын болғанбыз. Баллон таусылып қалыпты. Көлікке салып алдым да Алматыдағы Яссауи Жандосов көшесінің қиылысындағы газ баллон толтырушыға бардым. Жасы 60-тан асқан, бәлкім 70-ке таяған бір қарт кісі қызметкер қызмет көрсетіп тұр екен. Алдымда бірнеше адамнан тұратын кезек бар. Газ құюшы қария оларға бірдеңе түсіндіріп жатыр. Мен олардың сөзіне аса мән берген жоқпын. Әйтеуір редуктор туралы әңгіме болып жатыр. Сәлден соң менің де кезегім келді. Баллоныма пистолетті салды да тұтқасын шіреніп тұрып тартып қалды. Гуілдеп газ құйылып жатыр. Қария әңгімесін бастады. Баллонды соңына дейін тауысыпсың. Негізі төбінде кішкене қалдырған дұрыс қой. Не үшін аға? Баллонның ішінде кішкене қысым болу керек. Ал сендер үнемдейміз деп соңына дейін тауысасыңдар. Ол аздай жатқызып алып шайқайтындарыңды қайтейін. Редукторың қайда? Редукторың қандай? Редуктор пайдаланбаймын аға. Редуктор салсам тым жай жанып, қазаныңды бір сағатта әрең қайнатасың. Тікелей горелкаға жалғап жүрмін. Ақымақсың ғой. Басың екеуім ет сенің. Болмайды олай. Міндетті түрде редуктор салу керек деп бір бұрқылдап алды да оның не үшін керек екенін тәптіштеп түсіндіре бастады. Өзің баллонды соңына дейін пайдаланасың. Ол аздай редукторды пайдаланбайсың. Бұл өлгісі келетін адамның тірлігі. Баллонның ішінде үлкен қысым болады. Газ сол қысыммен кішкентай саңлаудан сыртқа атылып шығады. Бірақ баллон ішіндегі газы азайып кеткенде қысымда күрт әлсірейді. Ондайда горелкадағы от баллонға өтіп кетуі мүмкін. Редуктор болмаса ондай қауіпті 100 есе артады. Редуктор газдың белгілі бір қалыппен берілуін қамтамасыз ететін зат. Оның ішінде арнайы клапан бар. Қысымның күші күрт өзгерсе жабылып қалады да оттың кері айналып кетпеуіне себепкер болады. Сөйтіп сенің өміріңді сақтап қалады. Сол үшін міндетті түрде редуктор болу керек. Егер отты қатты жаққың келсе, қысымды теңшеп отыруға болатын редуктор сатып ал. Әрі кетсе 6000 теңге тұрады. 100 метр жүрсең базар бар, сол жерден табасың. Қарияның беріліп түсіндіргеніне риза болдым. Бір жағынан таң қалдым. Ақыры редуктор аламын деп уәде бердім. Әңгіме басқа тақырыпқа ойысты. Газ құйып жүргеніңе қанша уақыт болғанын сұрадым. Ой, сұрама. Кейде айтуға да ұялам. 30 жылға таяп қалды осы. Алматының біраз нүктесінде тұрып газ құйдым. Бастаған кезде жап-жас едім. Қайратым бар кезде бизнес жасап көруім керек пе еді. Кішкене өкінем. Қарап отырсам, өмір бойы газ құюмен өтіппін. Өмір босқа өтіп кеткендей күйде боламын деді. Аға, қойыңыз, олай демеңіз. Сіз саудагер емессіз ғой. Өйтіп-бүйтіп тауарымды өткізсем болды деп тұрған жоқсыз. Алдыңызға қанша адам келсе де газ баллонды қалай пайдалану керегін түсіндіріп жатырсыз. Жаңа мені де тап бір өрт сөндіру қызметінен келіп тексеріп тұрғандай тергегеніңіз, артынан
ерінбей бүкіл механизмін түсіндіріп бердіңіз. Редуктор керек дегенді талай естігем, бірақ ешкім маған сіз сияқты тәптіштеп түсіндіріп берген жоқ. Енді мен ешқашан баллонды редукторсыз пайдаланбаймын. Алдыңызға келгенде сендіреді екенсіз. Осылай қанша адамның өмірін аман алып қалғаныңызды Құдай біледі. Құтқарушылар біреуді аман алып қалса, оның еңбегі көзге көрініп тұрады ғой. Ал сіздікі байқалмауы мүмкін. Бірақ та Құдайдың өзі де есептеп отырған шығар деп едім. Қарияның ар жақта көңілі босап қалды. Кім білсін деп қысқа қайырды. Бір әулие бар, өзінің әулие екенін білмейтін, дегендей, өзінің жұртқа көрсеткен қызметі арқылы қыруар мән тауып жатқанын өзі байқамай жүрген осындай адамдарда болады. Яғни мамандықтың, мансаптың, кәсіптің мәнін өлшеуде адамның бәрін тең өлшеп, ықпалы адамзаттық масштабқа жеткен тұлғалармен салыстыра берудің қажеті жоқ. Бізге жұрттың алдында жүргендердің ғана өмірі елеулі, биік мансапқа жеткендердің ғана қызметі мәнді болып көріне береді. Бірақ бұл алдамшы құбылыс. Қымбатты көрермен, егер сіз қарапайым құрылысшы болсаңыз да, жігеріңіз құм, еңбегіңіз еш кеткендей болса да, жасымаңыз. Өйткені сіз қанша отбасыға, балаларға баспана тұрғыздыңыз, соларға бақыт сыйладыңыз. Сіздің қалаған әр кірпішіңіз махаббатпен қаланған болса, жасалған құрылыс өз-өзін ең кемі 150 жыл ұстар анық қой. Егер сіз қарапайым такси қызметкері болсаңыз, біліңіз, сіздің арқаңызда қанша адамдар сарылып күткен жақындарымен қауышты. Қанша адамға жылу үміт сыйладыңыз. Демек осында тамашалап отырған әр адам өз ісіне асқан сүйіспеншілікпен, махаббатпен қараса, әлем басқаша болар ма еді? Өмірдің өзі сабақ қой. Бұны да бір сабақ деп біле жүріңіз. Қымбатты көрермен, егер сізге осы әңгіме ұнаған болса, арнамызға жазылып, достарыңызға жіберіп қойыңыз. Көптен көп рахмет. Келесі кездескенше.